Сәлеметсіздер ме? Оқушы үлгерімі программасына қалай тіркелу қажеттігін көрсетемін. Мысал ретінде жоғарғы сынып мұғалімі 6 Г сынып жетекшісін тіркеуді көрсетемін. Бірінші программаны тауып жібереміз. Міне жүктеліп алған кезде осындай түрде болады. Сізде әлі логин, пароль әлі логин мен құпия сөзі әлі белгісіз. Оларды жасау үшін тіркелу керек. Тіркелу үшін төмендегі тіркелу сөзін басамыз. Қолданушы рөлі мұғалім болып тіркелейік деп жатырмыз, сондықтан мұғалім болып қала береді. Мынандай варианттар бар. Енді мына жерге қолданушының иінін енгізіп, оң жақтағы жасыл батырманы басу керек. Енгіземіз енді. Енді оң жақтағы батырманы басамыз. Басылған кезде, егер иінендір базасында бұл адам болса, оның аты жөні автомат түрде мында толып шығады. Менікі бұл жерде көрсетілмеген, сондықтан өзіміз толтырамыз. Толтырған кезде, аты жөнін толтырған кезде, бұны төлқұжаттағы дәл сондай етіп толтыру керек. Әр өрісті толтырғаннан кейін клавиатурадағы Enter'ді немесе келесі деген кнопка отырса, соны басуға болады. Сонда келесі өріске өзі өтіп отырады. Келесі. Енді бұл бетті толтырып болдық. Енді келесі бетке өтеміз. Ол үшін оң жақ жоғары жағындағы жасыл стрелканы басамыз. Енді бұл жерде мұғалімнің екі түрі бар. Бастауыш сынып мұғалімі және жоғарғы сынып мұғалімі. Біз жоғарғы сынып мұғалімі таңдаймыз. Енді сынып жетекшісі болғандықтан сынып жетекшісі өрісіне жалаушаны қоямыз. Мына жерден сыныбымызды таңдаймыз. 6 Г класы. Г сыныбы. Мына жерге мектептің бейінін енгізу керек. Мектептің бейінін білмесеңіз, оны мынау ұлғайтқыш батырмасын басу арқылы табуға іздеуге болады мектепті. Бұл жерде біз қазір енді мысалы Алматы қаласында Яссауи атындағы 123 мектепті іздейік. Бұл жерде екі түрлі кілт сөз бар. Яғни Яссауи деген ат бойынша іздеуге болады, немесе номер бойынша 123 бойынша іздеуге болады. Оның толық атын жазып қажет емес. Тек фрагментін жазу керек, не номерін жазу керек. 123 деп іздейік. 123 енгізіп, окей басамыз. Міне 123 номерлі 1, 2, 3, 4, 5 мектептер шықты. 5 мектеп. Бұның ішіндегі міне оқимыз. Қайсысы бізге қажетті? Міне 4-ші мектеп Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектеп тұр. 123 мектеп деп тұр. Міне. Соны таңдап басамыз. Оның бейіні 99 04 40 00 32 50 екен. Астында міне мектептің атауы жазылып тұрады. Сол сияқты атаумен де іздеуге болады. Ол үшін мысалға Алматы облысы Балқаш ауданы Бозжанов Құйған ауылындағы Бозжанов атындағы орта мектепті іздейік. Бұл жерде номері жоқ. Тек Бозжанов атындағы деп Бозжанов сөзімен іздейміз. Бозжанов. Қайда жазып қойдық? Бозжанов деп. Бозжанов емес. Іздеп көреміз. Міне қате жазылғандықтан ондай мектеп табылған жоқ. Қайттан дұрыстап жазамыз. Бозжанов. Окей. Міне. Ондай бірақ мектеп табылды. Біздің мектеп іздеп отқан
үстүнөн басамыз. Міне. Осы мектеп іздеудің әдісін көрсеттім. Енді қолданушы логинін өздеріңіз ойлап тауып жазасыздар. Қолданушы логині латын әріптермен немесе цифрлармен жазылады. Ыңғайлы, қысқаша өздеріңізге сондай жазу керек. Мысалы, мен былай жазамын. Келесіге өтеміз. Келесі құпия сөзді жазуымыз керек. Құпия сөзде латынша немесе цифрды немесе араластырып қолдануға болады. Келесі өріс телефон нөмірі. Телефон нөмірі бұл құпия сөзді ұмытып қалған кезде сізге программа автомат түрде SMS арқылы жөнелту үшін қажет. Егер бұл жерге телефон нөміріңізді қате жазсаңыз, онда сіз құпия сөзді ұмытып қалған жағдайда жаңа құпия сөз ала алмайсыз. Сондықтан бұл жерде мұқият дұрыс жазу керек. Келесі өтеміз. Келесі өрісте бұл электронды почта адресі. Бұл енді міндетті емес, бұны жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. Бұл программистпен, программалаушымен байланысқа түсіп, хат алмасу керек болса, сол кезде жазасыз. Енді толтырып болдық. Бір тексеріп шығамыз. Енді сақтауымыз керек. Сақтау үшін оң жақтағы, жоғары оң жақтағы жасыл жалаушаны басамыз. Міне сәтті сақталды. Біз тіркелдік. Енді осы логин пароль арқылы, логин құпия сөз арқылы мына жерде енгізіп программаға кіруге болады.